Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Назарбаев зияткерлік бағыты бойынша кезекті дайындық сабағымызды бастаймыз. Сабақта сіздерге түсіндіретін мен Бекболатұлы Қайрат. Онда келесі сабағымыз бізде жай сан және құрама сан деп аталады. Жақсы. Алдыңғы сабақтарда біз жай сандар және құрама сандар туралы мәліметтерді беріп өткенбіз. Енді осыған жеке тоқталатын болсақ, біз ең бірінші бұл сабақта жай сан және құрама сан туралы мағлұматтарды, анықтамаларды біліп аламыз. Және жай көбейткіш деген ұғыммен танысамыз. Және осы жай сан мен құрама сандарды практикалық бөлімде, яғни есеп шығару барысында біз қалай қолданамыз, сол туралы көрсететін боламыз. Олай болса, келесі әрбір натурал сан екі натурал санның көбейтіндісі ретінде жазылады. Яғни кез келген натурал санда біз екі натурал санның көбейтіндісін жаза аламыз. Мысалға 8 деген санды біз 8 көбейтілген 1 деп жазуға болады. Немесе бұл жерде 8 деген санды біз жаза аламыз. Мінекей қараңыздар, 8 көбейтілген 1 деп жаза аламын, 4 көбейтілген 2 деп жаза аламын. Және осы 8-дің бөлгіштері бұл жерде 1, 2 және 4, 8 деген болып табылады. Енді қараңыздар, бірінші, бірден үлкен 1 және өзіне ғана, яғни өзінен басқа ешқандай бөлгіші болмаған натурал санды біз жай сан деп атайды екенбіз. Сонда менде жай сан деген сөз, оның бөлгіштерінің саны 2 ғана болу керек. Ол бірінші 1 болады. 1 болады. Неге қараңыздар? Және өзі болады. Мысалға айтатын болсақ, 2 деген жай сан бола алады. Неге? Ол тек 1-ге бөлінеді және 2 өзі болады. Сондықтан бөлгіштерінің саны 2 болса, оны біз жай сан деп атайды екенбіз. Жай сандардың тізбегін біз былай көрсетсек болады. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Міне осылай ары қарай жалғаса береді екен. Енді бізде құрама сандар. Құрама сан дегеніміз бірден үлкен және бөлгіштерінің саны 2-ден көп болса, егер де мысалы жай сандардың бөлгіштерінің саны 2 ғана болатын болса, құрама сандардың бөлгіштерінің саны 2-ден көп бола алады. Мысалға бізде 8 деген бізде құрама сан бола алады. Неге? Өйткені ол 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді және 8-ге бөлінеді деп айта аламыз. Құрама сандарды біз 4, 6, 8, 10, 12 ары тағы жалғастыра береді екенбіз. Бұл жерде мынандай түсінік қалыптасады. 15 деген сан, яғни құрама сан деген жұп сандардың барлығы деген жоқ, олай емес. 15 деген мысалға тақ сан бола алады, бірақ ол да құрама сан бола алады екен. Дәл сол сияқты тақ сандардың барлығы бізде жай сан бола алмайды. Біз оны не істеуіміз керек? Бөлгіштерінің санын анықтауымыз керек. Бөлгіштерінің саны 2 болса жай сан, ал бөлгіштерінің саны 2-ден көп болатын болса, оны біз құрама сан деп атайды екенбіз. Жақсы, олай болса, келесі. Енді қарастырып кетейік. Бізде 2 деген сан берілсін. 2 деген сан ол 1 мен 2-нің көбейтіндісі. Және біз алдыңғы анықтамаларда айттық, кез келген натурал сан 2 натурал санның көбейтіндісі ретінде жазуға болады. Мысалға мен 2-ні 1 көбейтілген 2 деп жаза аламын. 3-ті 1 көбейтілген 3 деп жаза аламын. 4-ті 1 көбейтілген 4, 4-ті 2 көбейтілген 2 деп жазуға болады. 5-ті 1 көбейтілген 5, немесе 6-ны біз 1 көбейтілген 6 деп, 2 көбейтілген 3. Тағы сол сияқты сандарды, яғни натурал сандарды біз қалай жаза аламыз? 1, 2 немесе 2, одан да көп 2 натурал санның көбейтіндісі ретінде жазуға болады екен. Енді осы жерден біз тақ сандар және жұп сандар ретінде қарастырдық. Тақ сандардың барлығы бізде жай сан болмайды.
Өйткені бұл жерде, мына жерде тұрған тақ сан бізде, ол бізде жай сан бола алмайды. Сәйкесінше жұп сандардың барлығы бізде құрама сан бола алмайды. Өйткені бізде 15 деген құрама сан, ол бізде жұп сан бола алмайды. Тек қана бұл жерде ескеретін дүние, 2 деген жай сан әрі жұп сан болады екен. Қараңыздар, 2 деген ол бізде жай сан болады, әрі ол жұп сан болады. Яғни бізде бұл жерде ең кіші жай сан бізде 2 бола алады екен. Әрі жұп сан болады, әрі жай сан бола алады екен. Келесі жай көбейткіш. Жай көбейткіш деген натурал санның көбейткіштері жай сан болса, онда ол сан жай көбейткіштер деп аталады екен. Қараңыздар, жай көбейткіштерді біз қалай жіктейміз? Жай көбейткіштерді жіктеу үшін біз мысалы 180 деген сан алатын болсақ, 180-ді біз не істейміз? Жай сандарға бөлеміз. Яғни жай сан бізде 2-ден бастап 2-ге бөлеміз 90, 2-ге бөлеміз 45, 3-ге бөлеміз. Егерде мысалға мына жерде 45 деген сан 2-ге бөлінбей қалғандықтан, келесі жай санымыз бізде 2-ден кейінгі жай санымыз бізде ол бізде 3. Онда біз 3-ге бөлеміз. 3-ге бөлеміз 15, 15 3-ге бөлінеді. Енді 3-тен кейін келесі жай санымыз бізде 5. 5-ге бөлеміз 1. Олай болса, 180-нің жай көбейткіштері 2, 3, 5 деп айта алады екенбіз. Немесе жай көбейткішті жүктеу үшін біз яғни 180 деген санды 2 санның көбейтіндісі ретінде жаза аламыз. Яғни бұл жерде 6 көбейтілген 30, 18. Ал 6-ны біз 2 көбейтілген 3 деп жаза аламыз. Ал 30-ды мен 3 көбейтілген 10 деп жаза аламын. Ал 10-ды мен 2 көбейтілген 5 деп жазатын болсам, онда менде 2, 3, 5 деген 180-нің жай көбейткіштері деп айтуға болады екен. Сонда жай көбейткіштер дегеніміз көбейткіштері жай сан болса. Енді бұл жерде ескеру керек, бізде жай көбейткіштерге жіктеу деген сөз, яғни берілген санды жай сандарға бөліп қарастыруымыз керек болады екен. Келесі, енді осы мәліметтерді пайдаланып біз сандарды жай көбейткіштерге жіктеп көрейік. Енді ең бірінші біз 40 деген бір натурал сан берілсін. Осы натурал санды біз жай көбейткіштерге жіктейік. Ол үшін не істейміз? 40-ты біз ең бірінші 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлсек бізде 20. 20-ны тағы да 2-ге бөлеміз. Ол бізде 10 болады. 10-ды 2-ге бөлеміз. 5 болады. 5-ті 5-ге бөлеміз. 1 болады. Яғни 40 деген санның жай көбейткіштері бізде 2 және 5. Келесі, 54. 54-ті біз жай көбейткіш жіктеу үшін неден бастаймыз? Әрине 2-ден бастаймыз. 2-ге бөлсек бізде болады 27 болады. Енді 27 деген сан 2-ге бөлінбейді. Келесі жай сан бізде 3-ге бөлеміз. 3-ге бөлсек бізде 9. 9 тағы да 3-ге бөлінеді. 3-ге бөлсек бізде 3. 3-ті 3-ге бөлсек 1 болады екен. Яғни 54-тің жай көбейткіштері бізде 2 және 3 болады екен. Келесі бізде 60 деген сан. 60-ты тағы да нешеге бөлеміз? Бірінші, әрине 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлсек 30. 2-ге бөлсек 15. Енді 15 бөлінбейді 2-ге. 3-ге бөлеміз. 3-ге бөлсек 5. 5 3-ге бөлмес, оңықтан келесі жай санымыз 5, 5-ті 5-ге бөлеміз 1. Онда 60-тың жай көбейткіштері 2, 3, 5 деп айталады екенбіз. Келесі санымыз бізде 90. Тағы нешеден бастаймыз? 2-ден бастаймыз. 45. 45 2-ге бөлінбейді. Онда 3-ге бөлеміз. 15. 15-ті 3-ге бөлеміз. 5. 5-ті 5-ге бөлеміз. 1. 45-тің жай көбейткіштері 2, 3,
5 деп айта алады екенбіз. Енді бұларды біз көбейтінді ретінде жазатын болсақ, әрине мыналардың көбейтіндісі бізде 40 шығу керек деп, яғни оны қысқаша, яғни 2-нің дәреже пайдаланып 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 5 деп жазсақ та болады. Сәйкесінше мен 54-ті мен қалай жазам? 2-нің көбейтемін 3-тің 3 дәрежесіне. 60-ты мен қалай жазам? 2-нің 2 дәрежесі көбейтілген 3 көбейтілген 5 деген болады. Ал 90-ды мен жазамын 2-ні көбейтемін 3-тің 2 дәрежесіне көбейтемін 5-ке. Яғни бұл мына тұрған сандарды мен мыналардың көбейтіндісі ретінде жазуға болады екен. Дәл сол сияқты мыналарды да, мынаны да және мынаны да солай жазуға болады. Келесі бізде 1024 санын жай көбейткішке жүктеңіздер. Енді қараңыздар. Жай көбейткіштеу үшін біз не істейміз? Яғни бізде жай сандарға бөлеміз, Жай сандарға бөлеміз. Яғни мен 1024 деген санды жазып аламын. Жай сандар бізде 2-ге бөлінеді. 2-ден басталады. 2-ге бөлейік. 2-ге бөлетін болсақ, бізде қанша болады? 512 деген болады. Енді 512 деген сан тағы да 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлетін болсақ, 256 деген болады. 256 2-ге тағы бөлінеді. 2-ге бөлетін болсақ, 128 болды. 128 тағы да 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлетін болсақ, бізде қанша болады? 64 болады. 64 тағы да 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлетін болсақ, 32. 32 тағы да 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлетін болсақ, 16. Арна жалғастырайық мына жерге, 16 болды. 16 тағы да 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлсек 8. 2-ге бөлсек 4. 2-ге бөлсек 2. Және 2-ні 2-ге бөлеміз 1. Сонда қараңыздар оқушылар. Кейбір сандарды мен тек қана бір санға, яғни бір жай санға бөлу арқылы көбейткіштей аламыз. Сонда 1024 деген санның жай көбейткіші ол тек қана 2 болады. Немесе оны біз қалай жаза аламыз? Тағы да дәреже түрінде 1024 деген санды біз жаза аламыз. Екілердің саны қанша бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Олай болса 2-нің 10 дәрежесі деп жазуға болады екен. Сонда жай көбейткіштер тек қана кейбір сандарда бір санның дардың, яғни көбейтіндісі ретінде жазуға болады екен. Онда келесі есеп. 40 пен 24 сандарын жүктеңіздер. Яғни бұл жерде біз 40-ты да 24-ті де жүктейік. Жүктеу деген сөз ол түсінікті. 40-ты біз не істейміз? 2-ге бөлеміз әрине. 2-ге бөлеміз 20. 2-ге бөлеміз 10. 10-ды 2-ге бөлеміз 5. 5-ті 5-ге бөлеміз 1. Олай болса 40 деген санды мен жаза аламын. 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 5 деп жазуға болады екен. Келесі 24 деген санды. Тағы да жүктейтін болсақ, 2-ден бастаймын әрине. 2-ден бастасам менде 12. 2-ге бөлетін болсам 6. 6-ны 2-ге бөлетін болсам 3.
және 3-ті 3-ке бөлетін болсам 1. Олай болса, мен 24 деген санды мен жаза аламын 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 3 деп жазуға болады екен. Онда біз 40 деген санды былай жіктей аламыз. 24 деген санды біз былай жіктеп жазуға болады екен. Келесі, мынандай бір есеп шығарып көрейік енді. Асан гүлдерді 3-тен 4-тен топтастыра алады. Яғни 3-ке де бөле алады, 4-ке де бөле алады дейді. Асанның гүлдері шағалатындай 3 түрлі жауап нұсқасын жазыңыздар дейді. Жақсы ойланып көрейік енді. 3-ке де бөлінетін, 4-ке де бөлінетін қандай бізде сандар бар? Яғни ол не деген сөз? Яғни бұл жерде бізде ең бірінші 3-ке бөліну үшін, яғни көбейткіштердің көбейтіндінің мәні бізде 3-ке бөліну үшін көбейткіштердің біреу 3-ке бөліну керек. Және ол 4-ке де бөліну керек. Олай болса, ең бірінші мен 3-ке де бөлінетін, 4-ке де бөлінетін ең бірінші екеуінің көбейтіндісі. Яғни 3 көбейтілген 4 ол бізде 12 деген болады. Ендігі мәселе, мен 3-ке де бөлу үшін, 4-ке де бөлу үшін мен келесі былай айта аламын. Яғни 3 көбейтілген 4 деп аламын. Мына тұрған санды мен 3-ке де бөле аламын, 4-ке де бөле аламын. Олай болса, қанша болады бізде? 36 деген болады. Келесі, 3 түрлі жауап жазу керек бізге. Енді мен 3 көбейтілген 4, тағы көбейтілген 4 деп алатын болсам, онда бізде қандай жауап шығады бізде? 48 деген жауап шығады. Сәйкесінше 12, 36, 48 болады деп айта аламыз. Өйткені мыналарды да 12-ні де, 36-ны да, 48-ді мен 3-ке де, 4-ке де бөле аламын, яғни топтастыра аламын деген сөз. Немесе тағы да 4-ші жауабын жазып кетейік. Мен мұны 3 көбейтілген 4 көбейтілген 4 деп қарастыруыма да болады екен. Яғни бұл жерде 9-ды көбейте 16-ға, сонда сіздің жауабыңыз осыдан шығады екен. Яғни біз 3-тердің санын, немесе 4-тердің санын көбейту, яғни қосу арқылы біз 3-ке де 4-ке де бөлінетін жауаптарды табуға болады деп айта аламыз. Келесі. 80 санның көбейткіштерін табыңыздар дейді. Жақсы, енді 80 деген санның көбейткіштері, яғни қандай сандарға көбейтуге болады 80-ді? 80 деген санды мен жаза аламын. 1 көбейтілген 80 деп жаза аламын. Немесе 80 деген санды мен жаза аламын. 2 көбейтілген 40 деп жаза аламын. Бірақ бұл жерде бізде сұрап тұр, бұл көбейткіштердің нешеуі жай сан бола алады дейді. Енді қараңыз. Ол үшін мен 80 деген санды көбейткіштерге жіктеймін. Бірінші 2-ге бөлем. 2-ге бөлетін болсам 40 болады. 2-ге бөлетін болсам 20 болады. 20-ны 2-ге бөлетін болсам 10 болады. 10-ды 2-ге бөлетін болсам 5. 5-ті 5-ке бөлем, менде 1. Олай болса, осы жерден мен 80-ні көбейткіштерін жаза аламын. 80 деген санды мен жаза аламын. 2-нің 4 дәрежесі көбейтілген 5 деп жаза аламын. Бұл жерде сонда менде көбейткіштердің нешеуі жайсан болады, яғни ол бізде 2 деген жайсан мен 5 деген жайсанды жаза аламын деген сөз. Яғни бұл жерде біз қалай айта аламыз? 80-ді мен жаза аламын. 5 көбейтілген 16 деп жаза аламын. Міне жайсан мен. Немесе 2 көбейтілген 40 деп жаза алады екенбіз. Сонда жайсандардың саны бізде 2 және 5 деп айтуға болады екен.